Атышулы Дәурен Айдарқұловтың жеке өмірі әрқашан ел аузында. Көптен бері сұхбат бермей келген актер барынша ашылып, 2 мәрте ажырасуына қатысты бар шындығын айтып тастады. Белгілі болғандай, ол 2 әйелімен де тұрғысы келген екен. Дәурен Айдарқұлов 2 келіншегімен де ажырасу ойында болмағанын алға тартты. Атышулы актер 2 жарымен де өмір сүре бергісі келген. Алайда көпбалалы әкенің бұл жоспары оның сүйіктілеріне ұнай қоймаған. Нәтижесінде өнер иесі бірінші алғашқы жарымен арақатынасын үзсе, кейін екінші әйелімен де заңды түрде ажырасып кетті. КВН жұлдызы жеке өміріне қатысты біраз тың мәліметтерді талқылайық бағдарламасына берген сұхбатын барысында айтты. Бастапқыда ботамен қосылғанда мен ешкіммен ажырасқым келмеген. Бірінші келіншегіммен де, екінші әйеліммен де ажырасу ойымда болмаған. Екеуімен де болғым келді. Бірақ өз күшіме көп сеніп қойдым. Өзіме көп алып қойдым. 2 кеменің басын ұстаған суға кетеді. Демекші, қазір мен судың түбінде жатырмын. Бұл жерде де жаман емес. Қызығы, осы аралықта мен түсінгенім 3-ші жар табу өте оңай. Менің хикаяммен енді әйел табу қиынға соғар деп ойлаған едім. Бірақ олай болып шықпады. Қалаушылар көп болып шықты. Бірақ әзірге ондай ойлардан бас тартудамын. Уақыт өтсін, өзіме келіп алайын. Оның үстінде аяққа тұрып алуым керек. Мына дағдарыспен қаржылық жағдайым нашарлап жатыр, деді Айдарқұлов.